Хорошо, ребята, минута отдыха. Отлично. Самое главное в этих сборах, это надо было ребят собрать в единые, как бы ребят, которые находятся в промоушене, чтобы знали друг друга, больше ознакомились, знали истории Найза Файтерса, в самом промоушене. И сборы, я думаю, мне лично, как специалисту, было очень приятно с ребятами поработать. И я думаю, это взаимно и со стороны ребят. Все было отлично. Я желаю нашим ребятам, бойцам промоушене все дальнейших только самого главного здоровья и работать над собой. И, естественно, победы, победы, еще раз победы. Сборы NFC – это очень хорошая идея. Я надеюсь, что это будет продолжение будет этим сбором, это будет в традициях. Ребята обмениваются опытом с разных регионов, части мира приезжают. Это очень хороший опыт и в тренировочном плане. Что-то новое человек узнает, какие-то новые приемы, новые подходы к работе. Поэтому такая совместная работа, я думаю, мое мнение, что она только в плюс. NFC тұжырымындағы жауынгерлердің бәрін бас қосып, бір үйдің баласындай жаттығу жасап, кәдімгі бір-біріне көмектесіп, білгенін айтып, білмегенін үйреніп жүргендігі сол ұнады маған. Оқу-жаттығу жиыны жалпы өте жақсы өтті деп есептеймін. Басқа Найзаның жауынгерлерімен бірге танысып, араласып, бірге жаттығу жасап, тәжірибе алмастық. Біздерде грэплингтен жақсы сабақ өткізді жаттықтырушы. ММА-да Сағындық ағаймен тактикалық тұрғыда біраз әдіс тәсілдерді жасадық. Сол бізге көмегін тигізеді деп ойлаймын. Тренировка жақсы болды, өте соның болды, опыт алдым, қиыла білбеген нәрселерін үйрендім. Жана мына ушул жерден жүрген спортсмендер өте күчтүү, мындай опытный спортсмендер ошолордон опыт алып, опыт алмашып, мен да опытым берип, билгеним үйрөтүп, алар да билгенин мага үйрөтүп. Ушу чоң сабак болду, мага чоң опыт болду бул сбор. Эми эстен кеткисиз сбор болду го десем адашпайм. Сағындық ағайдың жаттығулары ұнады, біраз затты үйретті бізге. Жаңағы тордың жанында жұмыс істеуді, добивание дейміз ғой, соны керек заттар. Сосын грэплингтен Ринат Валиахмет контрольдарды қалай астымыздан күресуді, үстінен күресуді бәрін өзіме керек заттарды алдым. Сағындық Макеев ағайда өте сондай тәжірибесі жоғары. Негізгі Қазақстанның ММА саласының қалаушыларының бірі. Өзінің ақыл ойымен бөлісіп, сондай көп тәжірибе алып жүріп қазір бауырларымызбен бірге бөлісіп, өткені Найзада енді көбісі кәсіпқой жауынгерлер ғой, бір-бірімен ақылын айтып, боецтер қазір бір-бірімен шығып қалуы да мүмкін ғой. Ондай бір-біріне ыза кекшілдің ешкімнен байқамаймыз. Бәрі бір отбасының баласындай сондай жаттығып жүр, бір-бірін білген бір-бірімізге айтып. Жалпы ондай бір жаман пікір талас ойлар жоқ залда. Өте жақсы балдар. Смотри, как вот опять все лево, посмотрим. И вот тебя наклеил. Хоп, ударил. Отвел его. Видишь, он руку опускает. Пошел, потом наверх. Видишь, совпало, наверное. Он, наверное. Вот она секунда
Бұнда ағайлар енді өзінің ісінің шебері ғой, былай айтқанда. Әркімнің жаңа қателіктерін айтады. Сол жағынан жаңағыдай өзімізге жақсы да, жекпе-жекке шыққанда сол олар бізді көріп жүр, қателіктерімізді біледі, жаңа жаттығуда да жаңағыдай көріп жүр да, ошибкаларымызды сол жағынан үйретіп кішкене жинақтайды да біздің нелерімізді. Сол жағынан жақсы деп ойлаймын. Жаттығулар өте керемет. Себебі мықты тренерлер, сағындағайымыз бар, барлығын четко түсіндіріп, өте бәрінен де жақсы мағлұмат алып, мықты болып қалдық. Сборы прошли хорошо, впечатление остаются потрясающие, хороший состав бойцов тут был, тренера хорошие показали, некоторые новые моменты изучили, которые до этого не знали. В общем, тренировки были хорошие, продуктивные и совмещали с отдыхом даже В футбол играли до последнего, наша команда проиграла, хотя вначале вели 2-0. В конце что-то все подустали, подвели меня, так-то я старался выиграть. Футбол жақсы өтті, жақсы ойын болды. Біздер жеңдік. Бізде бомбардир, бізде әліби болды. Футболда жақсы болды. Көп ойнаған жоқпыз, 3 командаға бөлініп, бір-бірімізді арқалау үшін кім жеңіске жетеді, сол бір-бірін арқалайды деген. Енді батыс болып бөлініп алдық деймін ба. Есеп негізі 3-ке дейін болған, 2-да 0-мен ұтылып жатырып, жігіттерге айтты, давай жиналайық, ұтып алайық, как раз расслабиться еткен кезде деп. Солай 3-те 2-мен ұтып алдық. 3 командаға бөлініп ойнадық. Бастапқыда жеңіліп жатқан болатын, сол 2 рет жеңіліп қалдық та. Содан кейін жиналып, намысқа салып, енді Альби Идрис бар, біздің командада Шыңғыс Қайрановтар жиналып, камбэк жасадық десек те болады. Өйткені 4 ойын подряд ұттық та, и бірінші орын алып жеңімпаз атандық па. Қызық болды негізі футбол. Мобилография жаңағыдай өз-өзіңді қалай көрсету елге, қалай сөйлеу манері бәрін үйретіп жатыр. Сабақта бізде мобилография болды, СММ болды, Инстаграмда қалай жұмыс жүргізу керек. Маған ұнағандары енді сабақ жағда ұнады, жаңағыдай мобилография дейді ғой, жаңа әр жауынгер өз-өзін дамыту жағынан, сол жағы ұнады маған. Қазір үйреніп жатырық, қолданып жатырық, өзіміз мысалы кіреміз бір 10 минутқа видео создавать етіп үйрендік мысалы. Жақсы, қолданып жүрмін қазір. Интернет желісінде Инстаграм парақшасын жүргізуге өте көп көмектеседі ол сабақтар. Это очень важно сейчас в наше время, потому что чем больше людей тебя знает, чем интереснее твой контент, тем дороже ты себя можешь потом продавать как бойца, да? Попробуем там. Показали какое приложение скачать, чуть-чуть научили пользоваться, там, показали моменты, домашние задания давали, сдали уже. Ну, думаю, будем пользоваться, да? Давай, давай, Мырза! Ерлан, бері жамбас өзір сөйледі, салмақмен таңдасын оны. Ерлан, көрпісті құшақты орын. Давай, Никита! Дағдарыс баққан мырза бауырмен шығып, екіміз теңесіп қалғанбыз. Өйткені енді мырза бауырымыз осы аттың құлағында ойнап жүрген бала, біз өз-өзін атқа көп мінбейміз. Бассы olma. Қалай көкжет?
аударыспақ ойыны қызық болды өте. Бірнеше рет ойнап ережесін түсінбей, өйткені нағыз білектің енді күш керек қой ол кезде, айла керек деген сияқты сондай қызық сәттер болды, өте қатты ұнады. Аударыспақ енді жеңіске жеттім. Алиби Ыдырыс деген бауырмен тарсысқан болатынбыз. Енді ол кішкене несін түсінбеген ғой, правиласы дейді ғой. Ол бірақ типа жерге қағызса да ғана ұтады деп ойлаған да. Бірақ атыңнан қаласаң ол ұтылып қалады екен да. Сондай болды. Чемпиондық белбеуін қорғай ала ма? Баста! Қалау башта! Чертай Феламан! Бұрышта ай жігіт! Аяқ! Қара қол көтеріп жатыр. Баста! Лас возьми, банда. Айды бер. Баланы аяғына көтересіз. Нұрбек ағайымызға рахмет, сол жерге алып барғанбызды. Көкпар өте қызықты болды. Жақсы әсер алдық. Көкпар нағыз батырлардың ойнайтын ойын екен. Көкпар жақсы өтті. Эми қырғыз менен қазақтың улуттук ойыны, улуттук ката салты. Эми ар бир кыргыз жигитине, казак жигитине көкпар ойногонго болбойт. Баары ойноо билиш керек, ойнош керек. Көкпар жақсы болду. Көкпарды бала кезимде ойнагам. Енді 7 жылдан кийин ойноптум да. Бирок барган кезде кәдімгідей қызық болды бар ғой. Енді өзімнің балалық кезім есіме түсіп сол кезде. Атқа отырмағалы да біраз болды. Сол атқа отырып кішкене сағынышым басып біраз.
Біздің оқу жаттығу жиынның шарасының ішінде 7-ші күн біздер мына өзіміздің ұлттық спорт көкпар аударыспаққа бөлгіміз келді. Бүгін кәдімгідей ойдағыдай өтті. Әдемі мына Дәукеу көкпар спорт клубында қаланың ішінде орналасқан Көктөбенің жанында кәдімгі керемет жер. Жана бүгін демалыш күнінде ушул көкбөрі қылып, көкбөрі бір ғана қырғыздың емес, қазақтың емес, өкөнің бір ұлттық ойыны, ұлттық қада салты десем адашпаймын. Бүгінгі жексенбілік демалысымызды Дәукей көкпар клубында өткізудеміз. Демалыс өте керемет. Көкпар ойнап, бауырларымызбен бірге белдесіп, өте сергіп қалдық. Ағаларға Алла разы болсын, Нұрбек, Алидар ағаларымызға осындай сбор өте жақсы керемет деңгейде өтіп отыр. Осындай мүмкіндік беріліп жатқан дар ұжымына өз алғысымды білдіремін. Дар фирмасына және NFC ұйымына чоң разылық білдіріп кетемін біріншіден. Шул бізді чықырып, сборға келіп, опыт алмаштырып, бір-бірімізге мысалы Қазақстандан, мысалы Арлан ММА спорт клубынан, Көктөбеден келіп, бүт жақтан келіп атышат. Шул опыт алдық, жақсы болды сбор. Айта кетейін, осы сборды жаңағы барлығымыз жинап ұйымдастырған жаңағы Алидар Өтемұратов, Нұрбек ағамызға жаңағы бәріне алғысым шексіз, Алла разы болсын. Это сегодня в честь тебя. Торт был разыгран. Я думаю, было очень приятно. Да? Вот тебя сейчас от всего коллектива сегодня, это 2 недели ты был с командой на сборе. Вот здесь и коллектив Дар Тима, и от промоушена Найза Файтерс. От себя лично поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи в ближайших твоих боях.